Қайырлы күн, көрермен. Бұрынғы замандары интернет болды десем сенесіз бе? Бұрынғы заманның интернеті ол ою-өрнектер. Қыз баласы жігітке оюлы орамал сыйлау арқылы көңілін білдірсе, жігіт қызға оюлы жүзік сыйлау арқылы қыздың басының бос еместігін білдірген. Ұзатылған қыз төркініне құс тұмсық жүзікті жіберсе, оның қайын жұртында жағдайының жақсылығын ата-анасы білген. Сонымен бүгін ою-өрнектің мәнін ашамыз. Алдымен арнама тіркеліп алыңыз, жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Ұлттық ою-өрнегіміздің түрлері өте көп. Ұлттық оюдың атасы қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз ою-өрнегі байлықтың, қуаттылықтың белгісі. Ұрпағының бай қуатты болғанын қалаған қолөнер шебері көбірек қошқар мүйізді бейнелеген. Ою-өрнектер магиялық күш-қуатқа ие. Ол адамға энергетикалық күш-қуат береді. Бұл омыртқа ою-өрнегі. Ол қайраттылықтың, ерліктің белгісі. Оны көбіне ер адамдардың бұйымдарында нақыштаған. Туымызда бейнеленген шет оюы шексіздікке ұласу дегенді білдіреді. Шет оюы әдетте жиектерге салынады. Ботагөз ою-өрнегі. Ботаның көзіне ұқсайтын ромб тәріздес геометриялық пішін. Жұлдыз ою-өрнегі. Бұл геометриялық пішін өмір сапарыңда жұлдызың жарқырап, тәңір жарылқасын деген мағынаны білдіреді. Бұл қарғатұяқ деп аталатын ою-өрнек. Ертеде сағаттың, компастың қолданылмайтын кезінде қыстың келе жатқан осы ою-өрнек арқылы көрсеткен. Құс қанаты оюы азаттықтың белгісі. Балтасабы итқұйрық оюы бұрындары қайқы-құйрық деп аталған. Итқұйрық ою-өрнегін ешқашанда бас киімдерге салмаған. Мұның астарында дұшпаның кеудеңнен жоғары өрлемесін деген ырым жатыр. Дұшпаның кеудеңнен төмен жүрсін деген ниетпен ер адамдардың шалбарының жырық балағына салған. Және де иттің жеті қазынаның бірі екендігін, қағылездігін, төзімділігін елеп ескеріп, алыс сапарға шығатын адамның киімдеріне, қару-жарақтарына жігер, қайрат берсін деген ниетпен өрнектеп салған. Ирексу ирек өрнегі өрнек пен өрнектің арасындағы шекараны білдіреді. Бұл өрнек салынбаса, өрнектер бір-бірімен шатысып кетер еді. Тышқан ізі деп аталатын ою түрі. Сыңар мүйіз оюы мүйіздің бір жақ сыңарын ғана бейнелейді. Композицияда дара кездеспейді. Бұйымдардың жиектеріне салынады. Түйе табан ою-өрнегі. Түйенің басқан ізін долбарлайтын S тәрізді әріптерден құралған ою-өрнек түрі. Бұл алыс сапар деген мағынаны білдіреді. Ою-өрнектің мағынасына қызыққалы бері көшедегі ою-өрнектерге қарап жүретін болдым. Көзіме мына қоқыс жәшігіндегі түйе табан оюы түсті. Бұл мына қоқыс жәшікке қаншалықты әр беріп тұрғанын білмедім, бірақ көзіме оғаш көрінді. Ою-өрнекті қоқыс жәшігіне салу қаншалықты біздің ұлттығымызды насихаттайтын дүние. Туымызда өрнектелген шет оюы шексіздікке ұласу деп болашағымызды жақсылыққа бағыттайтын және ұлттық мәдениетті көрсететіндігін білдік. Ал мына қоқыс жәшігіне мына оюды ою қаншалықты ұлттықты насихаттау болып есептеледі. Бұл меніңше ұлттық мәдениетті төмендету. Оюды қазақылықты насихаттау деп әр жерге тықпалай беру әбестік және білімсіздік деп білемін. Айтпағым ою-өрнек ұлттық мәдениетіміз.
оны өз мағынасына қарай қолданайық.